Баршаңызға ассалам алейкум. Көптен дронмен шықпап едім. Биыл ұшып келе жатырмын арғы бетке. Ауылдан 1,5 шақырым жерде тұр олар. Жылқылар. Кәдімгі өзен біздің қарғалымна. Орманымыз кішігірім. Дала аяз, бүгін бізде нешесі? 4 қаңтар 2026. 22, машинада 22, интернетте 20 көрсетіп тұр. Ощущение 24 градус аяз. Екі үйір қасында тұр, бір-біріне жақын. Міне бір үйір, Золотойдың үйірі міне. 15 басымда. Дала тұман, қырау. Не жағында біздің үйіріміз тұр, 17 бас. Буцефал. Буцик дейміз біз, буцик. Ана көк айғыр көрінбейді. Былай қарадым, көрінбейді. Олар басқа жерге кетіп қалған шығар. Олар не тұр? Алыстан ағаштар орман болғасын төменге қарай түсе алмайым да биіктен түсіріп жатырмын. Неше 50-60 метр ма жоғары жақтан. Ана көк айғырды қарап жатырмын, көрінбейді жата. Көршінің үйірі ғой. 5 бас па, неше бас, 6 бас па. Әне Золотой кетіп бара жатқан. Әне міне. Алыстан дұрыс көрінбейді екен. 2 күн қар жауып, неше сантиметр, неше 20-25 сантиметр жауған шығар қар. Қалың әйтеуір, соны білем. 2 күн қоймастан жауды. Бүгін кеше жауған жоқ, бүгін жаумайды, ертең жауады тағы қар. Жақындайын. Әне құла, сары гүл. Гүл сары. Қырда тұр олар. Сол жағынан біз дүзді қойып қойдық, сол жаққа жем береміз. Қазір жол жоқ, бара алмаймыз. Қалың болып кетті қар. Бара алмаймыз, енді осылай жүреді, осылай тұрса, осы жақта. Ыңғайлы, бізге де ыңғайлы. Дронмен шыға қаламыз, қарап қоямыз. Қасқыр да жоқ. Қасқыр ар жағында бар. 4 қасқыр жүр. Ала алмай жатыр ешкім оны. Бір қасқырды алып тастады. 5 болып еді. 4 қалды. Аяқта. Спарта тұр әне. Буцефалдың қасында. Мынау тоже немен, GPS-пен. Әне Спарт. Іші үлкен. Қолагерден шыққан ғой по-любому. Бірақ қашан қашқан білмеймін мен. Қашан қолданайтын. Биыл емес, былтыр жазда 6 маусымда құлындады ол. Биыл білмеймін қалай болатын. Бұйырғаны болады енді, не болса да. Қайтып бара жатырмын. Әне Золотой, жақын жер ғой.
200, 300, 400 метр бар шығар арасы. 3-ке бөлініп кеткен 5-5-тен. Вот тұр мына жақта. 15 па, 16 бас па. Санағанда 15 болған сияқты. Ауылын сәне көрініп тұр. 1,5 шақырым жана немен. Дронмен қарап едім. 1485 па метр. Солай. Алыс емес, жақын жер. Жаяуда баруға болады. Ана жақта бөрене бар, бөренеден өтесің. Қазір мұзда. Мұздың үстімен өте бересің ғой. Орманымыз біздің. Тұман ба дала. Шамал тұман бар сияқты. Кеше күндіз жып-жылы болып еді. 5 градус болды ма? Кешкісін көтерілді ғой аяз. Содан ғой қырау, тұман, испарение. Орманымыз бітті міне. Шамал 50 метр бар шығар ені. Ұзындығы бірақ ұзын, неше шақырым. 50 шақырым бар шығар. Әне мен тұрмын. Дронмен управлять етіп. Жабағылар қорада тұр. Шөп көрінбейді, қарынасына қалып қойды.